ақш-тың Калифорния штатындағы Коммерс қаласында Садриддин Ахмедов кәсіпқой бокстағы 16-шы жекпе-жегін өткізді. Бұл жолы отандасымыздың қарсыласы мексикалық 34 жастағы Элиас Эспадас болды. Бұл жекпе-жек өтті және айқас біз күтпеген нәтижемен аяқталды. Өйткені Садриддин Ахмедов өз карьерасында бірінші рет қарсыласымен жекпе-жек өткізіп, тең есеп тіркеді. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, Руслан Бақшаның спорт жаңалықтары YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бізде әдеттегідей жаңа шығарылым, талқылайтын тақырыбымыз кәсіпқой бокс. Ендеше арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Маусымнан қалған маңызды ойындарын және біздің видеоларды үлкен экраннан тамашалаңыз. Достарымыз сәуір айының соңына дейін 55 дюймді құрайтын LG теледидарын ойнатады. Қатысу үшін Фонбетке TV промокоды арқылы тіркелу керек. Немесе оны жеке кабинетіңізге енгізіп, барлық шарттарды орындау қажет. Сілтемесі төменде. Баршаңызға сәттілік. Достар, осылайша көптен күткен жекпе-жек кеші де өз мәресіне жетті. Бір айта кетерлігі, Садриддин Ахмедов ақш жерінде екінші рет бокс кешінің басты айқасын өткізді. Яғни біздің отандасымыздың жекпе-жегі ең соңында өтті. Бұл расында қуантады. Бұл жаңа айтып кеткеніміздей, Ахмедовтың карьерасындағы кәсіпқой бокстағы 16-шы жекпе-жегі еді. Білесіздер ғой, осыған дейін біздің жерлесіміз 15 айқас өткізіп, оның 13-ін нокаутпен аяқтаған еді. Және осы айқаста да көптеген кеңселер, көптеген жалпы бокс сарапшылары бұл жекпе-жекте Садриддин Ахмедов фаворит деп санаған болатын. Тіпті кейбір жаңағы сарапшылардың пікірі бойынша 5-6 раундта Ахмедов жеңіске жетеді деді. Енді Ахмедовтың жасы жастау, салыстырмалы түрде 27 жаста, ал оның қарсыласы мексикалық боксшы Эспадас 34 жаста. Оның үстіне Эспадас осыған дейін 23 жекпе-жекте жеңіске жетсе, қалған 6 айқас өткізіп, оның барлығында жеңіліп қалған еді. Сондықтан да бұл жекпе-жекте ешқашан жеңілмеген Ахмедов фаворит болып көрінді. Оның үстіне Ахмедовтың соққыларында біз өте жақсы білеміз. Соққылар өте ауыр ғой. Енді бірінші орта салмақта біз кезекті рет Садриддин Ахмедовтың жеңісін көреміз деген едік. Бірақ жалпы 10 раундтың қорытындысы бойынша айқаста төреші жалпы тең деген есепті тіркеді. Яғни екі боксшыға да бұл ұнаған жоқ. Осы ретте біздің жерлесіміз бірден сұхбат беріп, барша қазақ халқынан кешірім сұрады. Сол сұхбатты ендеше бір қарап шығайық. Садриддин, you fought a war. Tell us how you're feeling right now with the decision. I don't know what this is boxing, you know. This is boxing, this is tough opponent. I think we do again, inshallah one day. Do you think you won the fight? No, he have judges, you know, they are judges. I think I broke in my hands in round number 5 or number 6. But good fight, tough fight. Good respect for my opponent. Would you like to run it back? Would you like to fight him again? I think so, yeah. We do again. Congratulations. I want to just say sorry from my country, from Kazakhstan. This is just boxing. We do again. Inshallah, we win next fight, next time. Thank you. Барша қазақстандықтарға ассалаумағалейкум. Бұл жай ғана спорт. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймыз. Барлық алда деп ойлаймын. Бұл жекпе-жекті қайтадан біз өткіземіз деп ойлаймыз. Оны қазір жекпе-жектің соңынан кейін тренерлермен ақылдасамыз. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймыз, бірақ басымызды жігіттер сияқты рингтің ортасынан төрінен басымызды көтеріп кетеміз. Барлықтарыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум. Ренжімеңіздер, қазақ елі. Қадірменді көрермен, бұл жекпе-жекті өздеріңіз де көрдіңіздер. Енді өз басым бұл айқасты толыққанды көріп шықтым, және менің ойымша, жеке менің пікірім бойынша, бұл жекпе-жек тең есеппен аяқталғанына мен қанағаттанамын. Яғни кейбір сәттерде 5-6 раундтарда керісінше мексикалықтың соққылары басымырақ болып көрінді маған, және ұпай саны бойынша бәлкім енді бұл жекпе-жек ақшта болғандықтан ақш пен Мексика шектеседі, білесіздер. Сонымен қатар ақшта ресми болсын, бейресми болсын, бірнеше миллион мексикалық адам өмір сүреді, сол жақта тұрады, мигранттар бар деген сияқты.
ақш-та мексикалықтардың ықпалы өте жоғары. Оның үстіне аудиториясы да ауқымды, халқының саны өте көп, білесіздер. Бір ғана Мехиконың өзінде 30 миллионға жуық адам тұрады. Ал енді Мексикада бір 100 миллионның ар жақ бер жағында халық тұрады. Сондықтан да бір жағынан төрешілер сол маркетинг мақсатында мексикалықтың қолын көтеріп жүру мүмкін дегенде бір қорқыныш болды. Сондықтан да жекпе-жектің тең есеппен аяқталғанына мен өзім іштей шүкір дедім. Оны енді Садриддин Ахмедов те айтты, жаңа тыңдадыңыздар ғой, ештеңкесі жоқ, ер жігіттің басына не келіп не кетпейді, ең бастысы осы рингтің ортасында қандай жағдай болмасын, ер жігіттер секілді басты көтеріп тұрғанға не жетсін, және біз келесі айқасқа мықты болып ораламыз деген еді. Иә, расында менің ойымша бұл жекпе-жектен жеңімпаз анықталмағандықтан алдағы уақытта екі команданың былайша айтқанда промоутерлері, менеджерлері қайтадан келісім шарт жасасып, екінші айқасты өткізген дұрыс деп есептеймін. Өйткені бұл жекпе-жектің жеңімпаз анықталмағандықтан жабылмай қалды. Садриддин Ахмедов енді келесі жолы бұдан да мықтырақ болып оралады деген ойдамыз. Ал енді Садриддин Ахмедовты Қазақстанда екінші Головкин деп айтады, білесіздер. Оның бірден бір себебі, өйткені Головкиннің кезіндегі командасы Абель Санчес, мексикалық жаттықтырушы Том Лефлер, Олег Герман сияқты промоутерлер бүгінде Садриддин Ахмедовпен таза жеке жұмыс істейді. Және бір қызығы, қадірмен көрмен кезінде білесіздер ғой, енді Абель Санчес пен Головкин арасындағы бір байланыс өте жақсы болды. Екеуі қаншама бокс кештерін ұйымдастырып, қанша бокс кештеріне дайындалып, қаншама белестерді бағындырды. Бірақ соңына келген кезде, әсіресе сол Альварес пен Канеломен шыққан айқастарда, бірінші айқастан кейін сол қиындықтар пайда болды. Головкин және Абель Санчес арасындағы ақшаға келіспей қалды деді. Сондай бір біраз дау-дамай туындады. Нәтижесінде екеуі екі жаққа кетті. Бірақ соған қарамастан Геннадий Головкин жақында ғана Садриддин Ахмедовке сен осы Абель Санчес деген бапкермен жұмыс істе деп өзі кеңес берген екен. Осыдан кейін енді осы ақпаратты естіген екен Абель Санчестің өзі, иә, біз Головкинмен көп қызықты сәттерді бірге өткіздік, екеуміз қаржылай жағынан жағдайымызды жақсарттық, мол табысқа кенелдік, өте мықты жекпе-жектер өткіздік, біз біраз белестерді бағындырдық, бірақ арамызда кішкене келіспеушіліктер болды. Соған қарамастан Геннадий Головкин мені Садриддин Ахмедовке ұсынған екен, сол үшін де мен оған алғыс айтамын деді. Және осы сәуір айынан бастап, жақыннан бастап Абель Санчес пен Садриддин Ахмедов бірге жұмыс істей бастады. Бұл дегеніңіз енді менің ойымша өте мықты тандем деп ойлаймын. Өйткені Абель Санчес біріншіден қазақ боксының стилін жақсы біледі. Яғни Геннадий Головкин қазақ боксының өкілі, қазақ бокс мектебінің өкілі ғой, Қарағанды бокс мектебі деген білесіздер ғой. Екінші жағынан Абель Санчес сол Геннадий Головкинді көрді, Садриддин Ахмедовтың жалпы бабын байқап көрді, енді өзінің мексикалық стилінде ақырындап көрсете бастайды. Оны алдағы уақытта біз бұйырса Садриддин Ахмедовтың жекпе-жектерінен міндетті түрде көреміз деп ойлаймын. Енді Мексиканың боксы керемет қой, ашық жарқын, қорықпайтын, бірінші нөмірмен шығатын, кәдімгі қос қолмен ұратын деген сияқты. Ал енді қазақ боксының басты артықшылығы ол аяқпен жұмыс істеу. Яғни бокста тек қана қол емес, аяқ та өте маңызды. Өйткені алға, артқа қозғалыс жасау керек, қажет кезде қорғану керек, қажет кезде шабуылға шығу керек. Бұның барлығы әрине аяқ арқылы жасалады. Сондықтан да осы Қазақ пен Мексика боксының қосынысы ретінде алдағы уақытта біз Садриддиннен мықты жекпе-жектер күтеміз бұйырса. Енді бұл бокс кеші басқа несімен қызық? Әрине бірінші кезекте жексенбінің таңында өтті. Астана уақытымен таңғы сағат 5-те бокс кеші басталды және 8-ден өте біз Садриддин Ахмедовтың айқасын көрдік. Және расында қаншама біздің мұқым қазақ елі, енді Головкиннің деңгейіндегідей, кезіндегідей бүкіл Қазақстан ойнайды деп айтпай-ақ қояйын, бірақ десе де боксты жақсы көретін, Садриддинге жанкүйер болып жүрген, жалпы осы боксты көрейік, қолдау көрсетейік деп таңмен оянған қаншама біздің мыңдаған көрерменіміз, отандасымыз боксты көрді, қолдау көрсетті, пікірлер сан түрге тарап жатыр, шашырап жатыр. Бірі Садриддин басым болды дейді, екіншісі жоқ, мексикалықта басымдық болды дейді, үшінші тарап жоқ. Негізі тең есеп болғанда дұрыс шығар. Өйткені бұл бір жағынан Садриддин Ахмедовке бонус деп те
пікірлер қалдырып жатыр. Яғни демек алдағы уақытта бұдан да мықты болып оралу керек, бұдан да үлкен жауапкершілікпен жекпе-жектерге дайын болып келу керек дейді. Яғни сылбыр қимылдамау керек дейді. Мысалы, бірінші орта салмақтағы боксшыларды көрсеңіз, көбісі жылдам ғой. Ал осы жолы Садриддин Ахмедов сәл сылбыр қолғап түйістірген секілді. Енді осы турасында сіздер де өз пікірлеріңізді осы видеоның астындағы комментарийге қалдырып кетсеңіздер әбден болады. Садриддин Ахмедов жалпы 2024 жылы 2 айқас өткізді, және оның соңғы айқасы желтоқсан айында өткен еді. Америкалық боксшымен қолғап түйістірді. Рафаэль Игбокве деген боксшымен шығып, 7-ші раундта қарсыласын нокаутқа түсірді. Енді желтоқсан, қазір сәуір айы. Енді менің ойымша толыққанды кәсіпқой боксшы ретінде енді соңғы айқасынан кейін бір 2 апта, 3 апта толыққанды бір тынығып, организмге демалыс беріп, одан кейін неке оқу-жаттығу жиындарын қайтадан бастап, осы сәуірге жақсы формамен келді деп ойлаймын. Ал енді дәл осы тұста Эспадаста өткен жылдың желтоқсанында жекпе-жек өткізді, және оның қарсыласы өзінің отандасы Рамон Барахас деген болатын. Және Барахасты небір 2-ші раундта нокаутқа түсірген еді. Сөйтіп, карьерасындағы кезекті жеңісіне қол жеткізген болатын. Яғни екі боксшы да желтоқсанда жекпе-жектер өткізіп, осы айқасқа енді керемет дайындықпен келді деп ойлаймын. Жалпы Эспадастың карьерасындағы қарсыластарының арасында, мықты қарсыластарының арасында бір 2 боксшыны ерекше атап өтуге болады. Олардың бірі америкалық Ксандер Заяц және поляк Федор Черкашин деген жігіт, және Черкашиннен нокаутпен өзді кезінде жеңіліп қалған болатын. Ал енді Ахмедовтың Абель Санчеспен жақында ғана жұмыс істеп жатқандығын айттық қой. Осы турасында Абель Санчес жекпе-жектің алдында біз пікір білдірді. Сол пікірінде де былай айтты: Садриддин Ахмедовтың дайындығы өте жақсы өтті. Біз жалпы оның спаррингтегі қарсыластары өте мықты болды. Сондықтан да ол осы жекпе-жекке тас түйін дайын. Мен қарсыласының, яғни Ахмедовтың қарсыласының жалпы дайындығын, стилін аса қатты зерттеген жоқпын, енді қатты бас қатырған жоқпыз. Өйткені біз бірінші кезекте өзіміздің боксшыға назар салдық, акцентті қойдық, және біз сол Ахмедов, бұл жекпе-жекте Ахмедовтың былайша айтқан кезде басқаруымен, үстемдік етуімен жекпе-жек өтеді деді. Алайда өздеріңіз көрдіңіздер, кәсіпқой бокста да арагідік осындай тең есептер тіркеліп тұрады. Бірақ тең есеп дегеніңіз енді бұл әрине жеңіс емес, десе де жеңіліс те емес. Бұл дегеніңіз кішкене алдағы айқастарға бір сабақ болсын деген сөз ғой, бір жағынан. Өйткені төрешілердің пікірі әркім әртүрлі көреді, әркім әр ракурста отырып жан-жақтан соққыларды көріп отырады, қаншалықты дарыды, қаншалықты дарымады. Демек, сен қарсыласында құлата алмасаң, демек, сен айқын бола алмасаң, активны бола алмасаң, демек, осындай тең есепке де қанағат етуге болады. Енді жаңа өздеріңізді көріңіздер, Садриддин де кішкене көңіл күй түсіп қалды, бірақ сабыр сақтап тұр. Бұйырса алдағы айқаста қарсыласын енді нокаутқа түсірмесе де ұпай санымен жеңеді деген ойдамыз. Бірақ енді Садриддиннің карьерасындағы 15 жекпе-жектің 13-і нокаутпен аяқталған. Сондықтан да бәріміз нокаут күтіп үйреніп қалғанбыз ғой. Алдағы уақытта нокаут болса, нокаут болар, әйтеуір жеңіске жетсін деп тілейміз. Бірақ Садриддин Ахмедовке әлі Головкиннің деңгейіне жету үшін, ардақты ағайын, біраз жылдар тер төгу керек, біраз айқастар өткізу керек. Өйткені чемпиондық айқас қайдың әлі біраз уақыт бар, бірнеше жекпе-жек бар, және оларды да расында айқын басымдықпен жеңіп отыру керек. Ал енді біздің елімізде кәсіпқой боксшылар сондай көп емес, ақш-тағыдай, Мексикадағыдай. Сондықтан да қадірмен көрмен әр отандасымызға ерекше қолдау көрсетіп, бұйырса тек қана бір алдағы уақытта сәттілік тілеп отырайық, жеңіс тілейік. Жақында ғана білесіздер, осы сәуір айының алғашқы аптасында Астана төрінде Қазақстанда бұрын соңды болмаған бокс кеші өтті, және ол кештің басты айқасында Жәнібек Әлімханұлы шығып кезекті жеңісіне қол жеткізді, өзінің 2 титулын қорғап қалды. Сол секілді Садриддин Ахмедов те алдағы уақытта чемпиондық айқастар өткізеді деген сеніміміз бар. Ендеше қадірменді көрермен, видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.